Біреудің тоқалы Анна Данченко жеке өмірі туралы бар шындықты айтты. Тележүргізуші журналист Анна Данченко жеке өмірі туралы ашып айтты. Бұл туралы Алаш.kz ұлттық порталы хабарлайды. Күліп қоямын. Кіммен суретке түссем де артынша қосып, өсек айтып кететіндер тағы бар. Бір қызығы, кішкентай қыздар емес. Ерлер де, әпкеммен де, анаммен де жасты апайлар. Солай жазып, айтып не табады екен. Осы сөзге сенетіндер де бар негізі. Біреудің тоқалы дегенді қойыпты. Әйтеуір күні-түні жұмыста жүргенімді көріп, түсінген-ау. Тоқал болсам явно, как лошадь не пахала бы. Алла өзі реттеп қойған шығар. Өз адамым кездеседі әлі. Бұйырса сол кезде комменттерді көрерміз, деп жазды Анна Данченко. Құрметті көрермендер, Анна Данченконың жазбасын оқып, бір сәт ойға қалдым. Қоғамда көп нәрсені сырттай тонпышып, біреудің өмірі жайлы нақты білмей тұрып, түрлі болжам жасап, ғайбат айту, өкінішке қарай, жиі кездесетін құбылысқа айналып кетті. Анна тележурналистика саласында танылған, өз еңбегімен, табандылығымен биікке жеткен әйел. Мұндай әйелдерге қашанда сын көп, сыбыс көп, бірақ солардың көбі шындыққа жанаспайтын негізсіз әңгімелер. Әсіресе табысты, көрікті, белсенді әйелдер туралы айтылатын өсек аяң, олардың жетістігін көлеңкелеудің ең қарабайыр жолы. Күні-түні жұмыстамын, тоқал болсам, лошадь сияқты жұмыс істемес едім деген Аннаның сөзінде ащы шындық жатыр. Еңбек пен табандылықты көрудің орнына адамдар себепсіз қаралауға, күмәнмен қарауға бейім. Бұл өкінішті. Бірақ бұл жазбадан реніштен гөрі сабыр, батылдық пен ішкі сенімділік байқалады. Анна дұрыс айтады. Өз адамың өмірдің өз ағынымен келеді. Ал сырт көз сынап мінеуден бұрын әркімнің өз өмір жолы, өз таңдауы бар екенін түсінгені абзал. Әрбір әйел ана, қыз, әпке, құрбы. Ендеше бір-бірімізді түсінуге, қолдауға үйренейік. Басқаға тілекші бола білген адам өзіне де жақсылықты тартады.